Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін үйдегі донер дайындайтын боламыз. Кафедегі донерден еш кемі жоқ. Бізге ол үшін картошка фри, фарш, огурцы, помидор, соусқа бізде майонез бен кетчуп және де лаваш керек болады. Ең бірінші лавашқа кетчуп пен майонезімізді жағатын боламыз. Жағып болғаннан кейін огурцымызды саламыз. Одан кейін помидорымызды саламыз. Енді картошка фриімізді саламыз. Картошка фриді үй жағдайында дайындадым, өте оңай дайындалады. Одан кейін фаршымызды қосатын боламыз. Қыздар мені қолдау үшін лайк басып, подписка жасап, және де комментарий жасаңыздар, өте қатты қуанып қалар едім. Енді осы донерімізді видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Орамай тұрып, сковородкамызды жақсы қыздырып аламыз. Донеріміз осындай болып шықты, және де енді сковородкаға апаратын боламыз. Аударамыз, қызарғанша дейін өстіп қыздыратын боламыз. Донеріміз өте дәмді болып шықты. Сау болыңыздар.